Бауыр адам тәнінің ең маңызды ағзаларының бірі болып саналады. Ол фильтр сияқты барлық залалды заттарды сүзгіден өткізіп, залалсыздандырады. Автокөліктің фильтріне лас майды пайдаланған кезде жиі бітеліп қалатыны сияқты, залалды тағамдарды ішіп жегенде бауыр қызметі бұзылады. Бауырдың ауруына әсіресе алкогольді ішімдіктің зияны өте көп. Бауыр тазаланған кезде тез қалпына келетін ағза. Дегенмен де адам улы заттарды, соның ішінде спиртті ішімдіктерді көп тұтынуын қоймаса, келе-келе бауыр клеткалары аралық тканьмен алмасады, ал бұл созылмалы бауыр циррозына ұшыратады. Мамандардың айтуынша, бұл аурудың белгілерінің бірі ауыздағы иістің өзгеруіне байланысты. Бұл басқа созылмалы аурулардың белгісі болуы мүмкін. Мұндай проблемалар кенеттен басталуы мүмкін. Сондықтан ағзадағы өзгерістерге уақытында назар аударып, дәрігерге бару өте маңызды. Бауыр аурулары қауіпті саналады, себебі олар инфекцияларға қарсы иммунитетті төмендетеді. Көбіне бұл ағзаның ауруларымен ауырған адамдар жиі зәр шығару немесе тыныс алу жолдарының инфекцияларымен ауырады. Қолдың қалтырауы, жүйкенің тозуы және конвульсияларда бауыр проблемаларының маңызды белгілері болуы мүмкін. Сондай-ақ ұйқышылдық, бағдардың бұзылуы, сөйлеудің бұзылуы болып табылады. Бауырды халықтық жолмен емдеуге болады. Балдың емдік қасиеті туралы көп айтып жүр. Балды тікелей бауыр ауруына қарсы ем ретінде қолдануға болады екен. Ол үшін жарты литр зәйтүн майын, жарты кило бал, 50-100 мл алма қышқылын немесе 2 лимонның шырынын алыңыз. Олардың бәрін бір ыдысқа салып, араластырып, бетін жақсылап жабыңыз. Содан кейін тоңазытқышқа салып қойыңыз. Қоспа біраз уақыт тұрған соң ыдысты ашып, ағаш қасықпен жақсылап араластырыңыз. Осыдан кейін күніне 3 рет тамақ ішуге дейін жарты сағат бұрын 1 шай қасық мөлшерінде пайдаланыңыз. 4-5 күн осындай қоспаны ішкен кезде бауырыңыздың ауырғаны басылады. Бұл тек бауыр ауруына қарсы ғана емес, сондай-ақ асқазан ауруына да өте пайдалы. Осылайша 1 ай емделгеннен кейін араға 4-5 ай салып, тағы да қоспаны қабылдаңыз. Сұлы қоспасымен емделу. Бұлардың созылмалы ауруының алдын алу үшін халық арасында сұлы мен бал қоспасынан жасалған тұнба қолданылған. Оны дайындау үшін 3 литр банка алып, оған 2,5 литр қайнаған су құйылады. Содан кейін жақсылап жуылған 100 грамм сұлы мен 150 грамм мамыр айында алынған бал алыңыз. Қайнаған суға сұлы мен балды қосып, жақсылап араластырыңыз. Банкының қақпағын жақсылап жауып, сыртын жылы одеяломен орап, жылы жерге 1 тәулік қойыңыз. Қоспа қараңғы және құрғақ жерде тұруы керек. Одан кейін дайын болған тұнбаны тамақтан кейін 1 шай қасық мөлшерінде ішіңіз. Тұнбаны тәулігіне 2 рет қабылдау қажет. Достар, менің каналыма тіркеліп, қазақша контентті дамытайық. Сау болыңыздар.